Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жамбыл Жабаевтың көркем шығармаларындағы әдеби бейнесі. Сабағымыздың оқу мақсаты шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, ақынның көркем шығармаларындағы әдеби бейнесін ашу, шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. Сабағымыздың бағалау критерийі: барлық оқушылар Жамбыл Жабаевтың шығармашылығының қазақ әдебиетінде алатын орны мен маңызын біледі. Оқушының басым көпшілігі Жамбыл Жабаевтың өлеңдерінің тарихына шолу жасай отырып, шығармашылығының маңызын біледі. Зілді бұйрық өлеңінің мәнін аша алады. Кейбір оқушылар негізгі ойды анықтап, өз пікірлерін білдіре алады. Ал енді оқушылар, кім тапқыр тапсырмасын орындайтын боламыз. Тапсырмаға Жамбыл Жабаевтың өлеңі беріледі. Тапсырма дескрипторы өлеңнің тақырыбын табады. Өлеңдегі аяқталмаған тармақтардағы сөздерді жалғастырады. Өлеңді мәнерлеп оқиды. Өзімізді тексеріп, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Бұл өлең Жаныс ақынға арналған өлеңі. Мәнерлеп оқып шығайық. Менің пірім сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай. Сүйінбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырап, қара дауыл құйындай. Екпініме кезіккен, кетер мекен жығылмай. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісті Жамбыл бастан кешірді. Ресей империясының озбырлығын тарихтан өткізді. Су жоқ, мал жаятын шабындықтың болмауынан қазақ-қырғыз халықтарының кедейленген табыры пайда болды. Соғыс ауыртпалығы Қазақстанда жұмысшылар мен шаруалар қозғалысының өсуіне түрткі болды. Қазақ жастарын майдандағы тыл жұмысына алу жөніндегі патшаның 1916 жылғы 25 маусымдағы жарлығына байланысты ереже шықты. Ұлт азаттық көтерілістің басталуының басты себебі қазақ жерін отарлау, қазақ жерін қоныс аударған орыс шаруаларына күшпен тартып әперу саясаты еді. Осындай қиын қыстау заманда ақын зілді бұйрық өлеңін жазған болатын. Верныйдан жандаралдар бұйрық қылды, құйрығы бұйрығының тіпті зілді. 31-19-ды алат деген суық хабар халықты бұлқындырды. Жылады сорлы халық малын айтып, кеткен соң қолдан шығып, келмес қайтып. Дейді де еңірейді егіледі, қайғының күні түні күйін тартып. Верныйдың қадам баспай қаласына, кемпір шал жылап жатыр баласына. Ешбір ем табылмады іздесе де, халықтың жүректегі жарасына. Өлең шумағына назар аудар, өз ойыңды баянда. Тапсырма дескрипторы. Оқушылар автор қолданған сөздердің кейіпкерді бейнелеудегі әсерін талқылайды. Зілді бұйрық өлеңінің мәнін ашып, тақырыбы мен идеясын анықтайды. Зілді бұйрық өлеңінен түсінгенін мәтін түрінде жазады. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Ал енді оқушылар, түсіндірме күнделік бойынша жұмыс жасаймыз. Өлеңдегі сөз 31-19-ды алады деген суық хабар халықты бұлқындырды. Тапсырма дескрипторы. Оқушылар автор қолданған сөздердің мағынасын түйіндейді, өз ой пікірлерін қосып жазады. Олай болса, оқушылар, түсіндірме күнделік бойынша түйіндеген жазған ой пікірлеріңізді дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды Попс формуласы бойынша қорытындылаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.